Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Біз 1000 подписчиктен астық, барлықтарыңызға көп рахмет. Және де осындай видеолар көп шығу үшін осы видеоға лайк басып, коментари жазып, астындағы қызыл подписаться батырмасын басып кетіңіздер. Мына қораға малдарды жемдеп жатырмыз. Мына бесеуі буаз ешкілер. Мынау қозылы ғой. Мына яқта. Мына төртеуі сәл сүтке жармай өспей қалған лақтар. Мынау тоқта. Осыларды оңалту үшін, өсіру үшін жемдеп жатырмыз. Мыналар күніге кешке жем жейді. Қазір машпаяға жіберем. Сөйтіп кешке осы бесеуі, мына қозылы ғой барлығы күнде кешке 1,5 тостақ жем жейді. Мына жақта жем шөптері, тарттырылған жүгері. Мына қой басында мына қозын туғаннан кейін алмай жатыр еді. Қазір мына қозы бір апталық қозы. 2-3 күн ұстап еміздік, күнде 3 рет. Қазір өзі алып кетті. Еркек қозы. Мыналар осы 2-3 аптада туатын ешкілер. Мынаның есімі Катя, мынаның Настя, қалғандарының есімі жоқ. Мыналар күніне 2 мезгіл жем жейді, сосын 3 мезгіл шөп. Бұлар ошақта тұра береді. Бұлардың тұрғанына 1 аптадай болды. Қазір енді ешкілерді машпаяға жібереміз. Шығыңдар. Шығай. Шық. Ақтар аспан жеп жатыр. Шығы. Енді мына қораны тазалап тастайық.
Мынау еркек, мына екеуі ұрғашы, мына тоқты ұрғашы. Бұлар азында кешке жем жейді, бір тостақтан, және 3 мезгіл шөп. Жемді осылай сумен қарып береміз. Мынау жем жейтін ақыры. Енді мына ақырға шөп сап қоямыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.